Абай Құнанбайұлы 30-шы қара сөзі. Қырқын мінсе қыр артылмайтұғын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдығы, не арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой Тәңір-ай, қойшы әрі, кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр, ол менің қазынама ас салып беріп жүр ме, мен онан сауын сауып отырмын ба, деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба, өй енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек, азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім-ақ, әйтеуір бір өлім бар ма, деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдамайтұғын қазақ көргенім жоқ, өлімге шыдамаймын деген де қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да қайратымен-ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы жұртты өз сөзімен айналдырамын, мына кәпірден кісі шошитұғын екен, дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып босқа қоқиып отырса соны не дейміз? Ай Құдай-ай, жанға мырзалық қылатұғын ердің жадағайдай-ақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғыны, жомарттығы әртүрлі белгісі бойында тұрмас беді. Ұялмас бетке талмас жақ береді деп көп былжыраған арсыз ұятсыздың бірі дағы. Абай Құнанбайұлы 30-шы қара сөзі.